Сізді арзан ететін 10 әдет. Бірінші, балағат сөздермен әдепсіз сөйлеу. Екінші, тәртіпсіз істер. Үшінші, күтімсіз шаш. Төртінші, лас аяқ киім. Бесінші, қатты сөйлеу және дөрекі сөйлеу. Алтыншы, қоғамдық орында мұрын тарту. Жетінші, ыңғайсыз сұрақтар. Сегізінші, жағымсыз ес. Тоғызыншы, асығыстық. Оныншы, белгіленген уақытта келмеу. Тәртіпсіз өскен баладан тәртіппен өскен тал артық. Үнсіздігім тектілігім. Әрбір сөзге беретін жауабым бар әлбетте. Бірақ кей сөзге қараймын, сөз бе деп. Кейде айтқанға қараймын, адам ба деп. Сабыр жақсылық қазыналарының бірі. Алла тағала оны ардақты құлдарына ғана береді. Табысқа жеткендердің көпшілігі табандылық танытқан адамдар. Ата-ана қатал болса, көп өтірік айтатын балаларды тәрбиелейді. Адамды көріктететін жүзі, жүзді көріктететін екі көзі. Десек те адамды адам ететін, оның аузынан шыққан сөзі. Ұлың мықты болса еліңдікі, әлсіз болса келіндікі. Жақсы әйел ұл туса, патшадан болмас кемдігі. Жақсы еркекпен отбасын құрған әйел, мәңгі есеймеген бала сияқты. Еркелігі мен нәзіктігі жығып тұрады. Ал жаман еркекпен отбасын құрған әйел, не қайсар, не шайпау болады. Балаңмен 7 жыл ойна, 7 жыл тәрбиеле, 7 жыл дос бол. Содан кейін тізгінді өзіне бер. Бір күндік бақыт іздесең, сұлулықтан ізде. 1000 күндік бақыт іздесең, адалдық пен пәктіктен ізде. Өмірлік бақыт іздесең, өзіңді сыйлайтын жанды ізде. Адамдар бірін-бірі түсінгенше жарты ғасыр өтеді. Ал бір-бірінің қадіріне жеткенде өмір бітеді. 2 жүзді пышақтан сақтанба, 2 жүзді адамнан сақтан. Темір сырын отта танытады, адам сырын жоқта танытады. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны. Адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасап тұрып басынғаны. Адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді. Әйеліңе көбірек көңіл бөл. Өйткені гүл маған суқи деп айталмаған секілді, әйел де өз қалауын айталмауы мүмкін. Адамның ең үлкен қателігі жастық шағын ойын сауыққа беріп, ғибадат құлшылығын қарттық шағына қалдыруы. Өзгелерге сен қалай қарайсың, олар да саған солай қарайды. Ақша адамды бұзбайды, кімнің кім екендігін көрсетеді. Ақылды ісіне сенеді, ақымақ күшіне сенеді, әңгүдік түсіне сенеді. Ақша жақсы құл, бірақ жаман қожайын. Еш уақытта өтіп бара жатқан қиыншылықтарға беріліп, екі қолды түсіре салмаңыз. Бүгін ауыр, ертең өте ауыр болуы мүмкін, келесі күні күн шығады. Кім болсаң да өз салаңның мықтысы бол. Әдемі сөйлейтіндерден сақтан, өйткені ол сөз арқылы арбауы мүмкін. Үндемей тірлігін тәртіппен жасап жүргендерді өзіңе үлгі ет. Әйелді қорлаған еркекті өмір өкініші жібермейді. Әйел киелі халық. Оның киесі өзін қорлаған еркекті бір атпай кетпейді. Нағыз ер жігіт 3 жағдайда тізе бүгеді. Намаз оқығанда, анасының қолын сүйгенде, науқас адамды көтеру үшін. Уақыт адамды күтпейді. Кешегі күн тарих, келер күнді біле алмайсың. Бүгінгі күн берілген сыйлық. Дұрыс пайдаланып қал. Адамдардың сені қызғанып көре алмауы сенің дұрыс бағытта екеніңді көрсетеді. Себебі адамдар
еш уақытта өзінен төмен адамдарды қызғанбайды. Сақтық жасай отырып, батыл түрде қимылдау батырдың басты қасиеті. Тәуекел етпесеңіз, тәуекел еткендердің қолында жұмыс жасайтын боласыз. Әйелді табағынан байқа, баланы талабынан байқа. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азады. Жақсымен дос болсаң, алдыңнан шығар елпектеп. Жаманмен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсектеп. Қарапайым жандарда тәкаппарлық дегенді білмейтін жүректер бар. Кемшілікті іздемейтін көздер бар. Жылылығы кетпейтін жүздер бар. Баршамызға тау сияқты биік түсінік, білім, ақыл, сана, теңіз сияқты кең жүректі болуды нәсіп етсін. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.